Болды ма басым ба? Ассалаумағалейкум ағайын. Міне Құдай қаласа мистер Пакпен бірге енді біздің машиналарымызды қазір жүйіп жатыр. Ертең дүйсенбі күні саламыз. Соған қазір алған адамдардың аттарын жазып қоямын машинаға. Осы оны видеоға түсірейін деп жатырмын. Міне біздің Сенткар осы жерде офисіміз я. Енді уайымдамай, смело істесеңіздер болады жұмысты. Ешқандай нәрсе алдау ешқандай жоқ. Документ жақты, контейнер, экспортқа бұл кісі бәрін дайындайды. Мен қасында, мен қазақстандық клиенттерді дайындаймын. Екеуміз өсіп бірге жұмыс жасаймыз. Осындай қазақтар. Обязательно видеоға лайк басыңыздар, подписать етіңіздер, комментарий жазыңыздар. Еш уайымдау қажет жоқ. Міне кеттік, жүрден жазамыз. 이거 Астана қалыптыдан. 이거 Астана. Астана, Алматы. 이거 Астана. 이거 Астана, 이거 Алматы. 맞아요? 21번, 54번. 맞아요. мына бізде Асқат деген жігіт ютубтан көріп, Асқат деген алған осы машинаны. Асқат деген, соның атын жазамын, Құдай қаласа. 아니 이거 왜 적는 거야? 어? 이름이. 아니 그럴 필요 없어. 잠깐만. 꺼봐요. 잠깐만 꺼봐. 아니 안 꺼. 아니 이리 와봐. 내가 다 적어놨어 저거. 어떤 거? 아니 여기다가 찍으려고. 아니 잠깐만 기다려봐요. 아 들어. 어떤 거? 야 이름만 찍으려고. 아니네. 근데 다다 뭐지 별 카페 이걸로 해요. 이거 봐봐. 내가 이걸로 끊어줄 거야. 이거 안으로 붙일 거야. 봐봐. 그러니까 이거 저 할 거 없어. 아 몰랐지. 내가 다 해놨는데 오늘 딴가리가 바꿔 다 준비해놨는데. мен жаңағы мен енді келіп аты жөнін жазайын десем мына кісі уже маған айтпай мынандай проект листте жазып қойыпты. Так бізде сайлау Асқат. Міне бізде Сенткардан Асқат Астанаға баратын машина, саната, жылын бәрін жазып қойған, аты жөнін бәрін. Міне осылай жазып, Құдай қаласа Қазақстанға жібереміз. Міне біреу. Сосын бар мынау Алматыдан Қайрат деген жігіт. Машинасының маркасын, аты жөнін, адресін бәрін жазып қойған. Мынау Шымкенттен Бағдаулет деген селебрести санатта ол қазір көрсетеміз. Міне. Шемай, өзім алам. Мынау сайлау деген, бұны сайлау маған жазбай қойды дедім. Бұны Дидар деген жігіт алған. Дидар деген, де. Шымкенттен олда. Ол Chevrolet Spark. В общем, осы қағаздарды ішіне жапсырып қоямыз. Міне, әке мен тағы да көрсетейін, мына қағазды сайдар. Міне бізде, в общем, біреу кеш батып қалды уже. Мынау Астанаға барады, Асқатқа. Мынау Алматыға барады, Қайратқа Құдай қаласа. Енді жаңа Бағдаулет дегенге бауырымызға Шымкентке барады. Міне, мынау селебрести саната. Сосын мынау Дидар деген жігітке Chevrolet Spark міне. Осындай. Бізде енді қазір кеше аукционнан тағы өзімізге алып қойған. Бұлар уже Украинаға кететіндер. Мынау К5 міне Қазақстанға осыны біреуге дайындап қойдым. Құдай қаласа егесі шығады. Бұның оталып тұр қазір. Осы К5 бұл осы ардан анау санаталардан кішкене қымбат болып тұр, бірақ К5 санатадан қымбат жүреді. 2017 жылғылар. И сосын бізде тағы да мынандай бір саната бар қазір продажаға. Мына ақ саната, мынау да ол да оталып тұр. Бұл да кішкене минус жерлері бар, сырылған. Осы саната сатылады К5-пен. Мына жері кішкене қараңғылық болды, бамперсі жырылған. В общем, осындай жағдайлар.
Міне осындай біз Саянкіге әкеп қоямыз. Саянкіден ары қарай дүйсенбі күні Құдай қаласа мен тағы түсірем. Қалай қай жаққа артып жатқанын бәрін тағы да видео түсірем. Бірге болыңыздар. Осы видеоны көріп аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Жан-жақтарыңызға, WhatsApp-тағы жаңағы кругтарыңызға, коллега, бауырлар, одноклассник деген кісілерге соларға таратып берсеңіздер өте жақсы болар еді. Сіздерден сондай рахмет. Жақсы. Кездескенше.